Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Адам өзінің көңіл-күйіне байланысты қандай тағамдарды жеген дұрыс? Егер де сіз ашуланып тұрсаңыз, сізге темекі шайын, пісте, яғни фисташки және балдыр көк, селдерей жеген дұрыс. Егер де сіз стресстік жағдайда тұрсаңыз, сізге бадам, брокколи, сұлы, күркетауық филесін жеген дұрыс. Егер де сіздің көңіл күйіңіз жоқ болса, қайғырып жүрсеңіз, сізге йогурт, шоколад, киноа, шпинат жеген дұрыс. Егер де сіз шаршап тұрсаңыз, сізге авокадо, хумус, форель және банан жеген дұрыс. Бұл пайдалы ақпараттар арнасы. Сіздермен Гүлназ. Менімен бірге сонда дейін болғандарыңызға рахмет. Егер де арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге сонда дейін болғандарыңызға рахмет.